Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? 4-ші сыныптың жаратылыстану пәнін жер және ғарыш бөлімімен танысудан бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жер ғаламшары қандай? Оқу мақсаты жер бетінің ірі элементтерін атау және сипаттау, алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну. Бүгінгі сабақта жер бетінің қандай болатынын, материктер мен мұхиттың ерекшелігімен танысасыңдар. Кәне балалар, 3-ші сыныпта оқып үйренген жердің қабаттары тақырыбын еске түсірейікші. Жердің қандай қабаттарын білесіңдер? Биосфераны не құрайды? Гидросфера қандай қабат? Атмосфера деп қандай қабат атаймыз? Литосферада не бар? Кәне балалар, ойланып болдыңдар ма? Олай болса, жауаптарыңды тексеріп көріңдер. Яғни, атмосфера дегеніміз қандай қабат екен балалар? Атмосфера дегеніміз бұл ауа қабаты. Биосфера дегеніміз тіршілік қабаты. Гидросфера дегеніміз бұл су қабаты. Ал литосфера дегеніміз бұл жердің қатты қабаты екен. Енді жаңа сабағымызға тоқталайық. Жер ғаламшарының өзі 2 бөліктен тұрады. Енді осылардың әрқайсына жеке-жеке тоқталайық. Құрлықтан тұратын бөлігін материк деп, ал судан тұратын бөлігін мұхит деп атаймыз. Құрлық 6 материктен тұрады. Яғни, жер бетіндегі жан-жағын су қоршап жатқан құрлықтар материк деп аталады екен. Құрлық 6 материкке бөлінеді. Еуразия материгі, яғни бұның ауданы 54 миллион километр квадрат. Екінші Африка материгі, бұның ауданы 30 миллион километр квадрат. Үшінші Солтүстік Америка материгі, бұның ауданы 24 миллион километр квадрат екен. Төртінші Оңтүстік Америка материгі, бұның ауданы 18 миллион километр квадрат. Бесінші Антарктида материгі, бұның ауданы 14 миллион километр квадрат. Ең соңғы материк бұл Австралия материгі, оның ауданы 8 миллион километр квадрат екен. Бұл жерде материктер өзінің ауданының кему шамасына қарай орналасқанын көріп отырсыздар балалар. Сонымен дүние жүзінде 6 материк бар екенін білдік. Енді жер бетінде су 4 мұхитқа бөлінеді екен. Бірінші ең үлкен мұхит бұл Тынық мұхиты, екінші Атлант мұхиты, үшінші Үнді мұхиты, ең соңғы мұхит бұл Солтүстік мұзды мұхит екен. Яғни, бұл Солтүстік мұзды мұхитының бетін түгелдей мұз жауып жатыр екен. Енді балалар, сендерге мынадай тапсырмалар беріледі. Қолдарыңа картаны алып, мұқият қараңыздар. Яғни, картадан 4 мұхиттың ортасында жатқан материкті табасыңдар. Яғни, оның қандай материк екенін естеріңе сақтап алыңдар. Ал келесі тапсырма, қай мұхит 5 материкпен де шектесіп жатыр? Біздің еліміз қай материкте орналасқан екен? Осы берілген тапсырмаларды балалар мұқият орындайсыңдар. Енді сендерге үй тапсырмасын беремін. Үйге бүгінгі біздің танысқан жер ғаламшары қандай тақырыбын оқулықтың 50-51 бетіндегі тапсырманы түсініп оқисыңдар. Содан соң жұмыс дәптеріндегі 39-40 жұмыс парағын мұқият орындау тапсырылады. Мұқият үйіп тыңдағандарыңызға рахмет.